Ал иммунитеттің дәстепкі көрінісі өзі не? Иммунитет негізінен біздің терімізде болады. Ауа, тері бұл тек арғы физикалық қорғау болып есептелінеді. Әрбір инсанда шамамен 10 килограмм тері бар. Дейлік денемізде әр қилы зиянлы бактериялардың кіре алмауы үшін құрамалы тоқымалардан ібарат тосық. Айне тері қатламынан иммунитет клеткалары басыланады. Бұл иммунитеттің бірінші қатламы. Кейінірек болса иммунитет системасы сілекей қабатлар арқылы давам етеді. Тері жүда құрамалы системаға ие. Оның бірінші қатламы өлі клеткалардан ібарат. Бірақ бәрібір қайсыдыр бактериялар қалай болса да ішке кіріп алады. Өлі қатламынан кейін және де құрамалы һәм тығыз жайласқан тері клеткалары бар. Ондағы клеткалар бірі-біріне оғада тығыз жайласқанынан оннан дерлік еш нәрсе өте алмайды. Әйне осы жерде тағы бір қызықлы система бар. Тері ішкі қатламындағы клеткалар іштен сыртқа регенерация үшін әрекетленеді. Регенерация бұл қайта тіклену дегені, бірақ бір машқала бар. Тері соншалықты тығыз жайласқан болса да, біз 100% тері менен қаплана алмаймыз.